енді тура форма кимейді, но алайда темно-синий классика дұрыс па? Мен қателеспесем. Классика киіммен келу керек. Тура жаңағыдай колледжда, мектепте сияқты тәртіп бұл жерде. Баланың күнделікті келуін қадағалаймыз. Яғни бұл кісілер бізге хабарлау керек. Егер де ол кісілер хабарламаса, онда біз бұл кісілерге ұрсамыз. Заупывательство, их тоже наказываем колледжда. Потому что ол жасырмау керек. Сабаққа бала келмеген жағдайда бізде болған Алмалы ауданында, немесе Қазақстан осынау Алматы қаласы бойынша. Бала сабаққа келмейді, ата-анасы тоже прикрывать етеді. Бала үйде ауырып жатыр дейді. Алайда бала сол күні барып преступление жасайды. Қылмыс жасайды. Сабаққа келмей, бала барып қылмыс жасайды. Класс жетекшісі звондайды, бала қай жақта деп, балам үйде ауырып жатыр дейді, мамасы өз жұмыста жүр, баласын естіп жүрген білмейді. Сол күні біреудің үйіне кіріп, біреудің үйін тонап шығады. Немесе тура сондай жағдай, мамасы өзі баласын сұрап алады, бүгін сабаққа кешігіп барады дейді, бір бала барып көршісін өлтіріп қойған жағдайлар болған. Сол үшін алдамаңыздар. Как ес айтыңыздар, көрмесеңіздер көрмедім. Бармаса бармады деп, немесе ауырса ауырды деген жағдайларды сіздер толық айту керексіздер, жасырмаңыздар. Потому что сіздер мықты баланы жастырасыздар, баланың қайда жүргенін біз ата-аналарға звон айтып, сіздердің айтқан сөздерге сенеміз ғой. Бала сіздердің қастарыңызда ғой себебі. Бала қайда десіздер, ол ауырып қалып үйде жатыр дейді, ал мына кісілер сіздерге сенеді де, ол ауырып жатыр деп белгілейді. А на самом деле